Сонымен қонағымызды қарсы алайық. Айжан Кебіспаева. Айжан, жоғары шығыңыз. Үшінші сәбиіне жүкті, өзі спортшы, кәсіби жүзуші, әп-әдемі. Жүкті екені білінбейді, өйткені ол спортпен айналысып. Міне, көрдіңіздер ме? Спорттың өзінің пайдасын тигізетін. Осы жүкті әйелдерді көрген кезде керемет те бір қорғағың келеді. Оларды өзіңнің құшақтап, бірақ Айжан көп жағдайда есіңізді шығаратын шығар, иә, ішіңізді ұстап көрейінші деген. Иә, болады ондай. Негізі Білмеймін енді. әр кезде әрқалай ғой. Жүкті әйелдер тәттіге жерік болады дейді. Өзіңіз тәттіні жақсы көресіз бе? Иә. Мінекей шын жүрекпен дайындаған десертіміздің дәмін көрсеңіз, және бағасын берсеңіз. Қантты онша көп қосқан жоқпыз. Қымбат көрермен мінекей келген қонағымыз дәмін көрсін. Дәмді ме? Өте дәмді, иә. Тамаша. Жарнама кезінде өзімді жақсы көретіндіктен әдемілеп тұрып қабат-қабат етіп салып жатырым. Негізі дәмді болды ғой, е? Өте дәмді болды, иә. Өздеріңіз қалауларыңыз. Мінекей, Әния құлпынайды кесіп салды, өте дәмді. Мен езіп салдым. Мен үшінші түрін жасап жатырмын. Қалауларыңыз. Бізге келе ғой, Айжан екеуміз мына жерде жарнама кезінде әдемі әңгімемізді бастап кеттік. Сонымен құрметті көремен, Айжан бізде қазір аяғы ауыр үшінші баласына негізі кәсіби спортшысыз. Қандай спорттың түрмен айналысыз? Негізі жүзу спортымен айналысқанмын. Жүзу, керемет. Мен негізі өзім дұрыс жүзе алмаймын. Суға қайта-қайта батып кете берем, бірақ бір жерден екінші жерге тез арада жетуге тырысамын, талпынамын, бірақ аяғым ауыр кезде осы жүзуге барған болатынмын. Сіз қазір барасыз ба сондай бір курстарға? Негізі бару керек. Жүкті кезінде әйел адам спортпен айналысу керек. Иә, бірақ та әрине де ол дәрігердің кеңесін алып барып, және де инструкторлар дейді ғой, сол кісілердің бақылауымен айналысу керек. Осы жаңа Әния екеуміз әңгіме қозғап жатып, екі топқа бөліп тастады әйелдер. Біреулер мен жүктім деп еркелеп екі аяқты төбеге көтеріп жатады, не еденді жумайды, не үй жұмысына кіріспейді, ал біреулері бала-шағасын балабақшаға апарады, фитнесқа барады, жүзумен айналысады. Менің ойымша спортпен айналысқан жүкті әйел бір мықты болатын сияқты. Иә, дұрыс айтасыз негізінен. Бұл былай ғой енді жүктілікке дейін әйел адам спортпен үнемі айналысып жүрсе, онда әр қарайда оны жүктілік кезінде де айналысқан дұрыс. Тастамау керек. Тастамау керек, иә. Әрине нагрузкаларды енді азайту керек. Ал енді жүктілікке дейін мүлдем спортпен айналыспай, жүктімін деп спорт залға жүгірген, ол бірден жүгірген, ол тоже дұрыс емес. Ал йога? Дұрыс емес дегенім ғой, біріншіден дәрігермен ақылдасып, кеңес алып, барып жұмыс істеу керек. Және де жүктілік кезін, негізі жүктілік кезін үшке бөледі ғой, енді бірінші 3 айлық дегендей. Көбінде әйел адамдар бірінші 3 айлықта өзін сақтауға тырысады. Ең қауіпті кез. Ең қауіпті кез деп саналады. Өйткені эмбрион жатырға бекітілу керек қой. Бірақ негізінен сол кезден бастап спортпен айналысқан дұрыс. Ол деген токсикозды, например, болдырмайды, бас айналуды болдырмайды. Енді, опять же, спортпен айналысқан әйел адам бөлек, спортпен айналыспаған адам тоже бөлек. Ол енді арнайы инструктор мамандарға тәуелді болып тұру керек. Және де әрдайым өзін дәрігермен кеңес алып тұру керек. Үшінші рет аяғыңыз ауыр. Осы жүктілік кезінде қаншалықты өзгересіз? Байқайсыз ба өзі? Бірінші кезбен салыстырғанда, екінші ретпенен, қазір мысалға? Иә, әрине. Өзгеріс. Психологиялық тұрғыдан да, физиологиялық тұрғыдан да. Өзгеріс бар ғой, енді психология тұрғыдан. Енді мен былай айтушы едім, жүкті әйелде психология дейсіз ғой, сол сөздің психосы қалады да, логиясы 9 айға жауылып кетеді. Ол енді әйел адам өзі байқамаса да, жан жақтағы адамдар бәрі байқайды. Бірақ мен өзім бұйырса енді 3-ші рет босанам бұйырса, сол 3 кезеңде де өзім өзгердім. Ол деген болмайтын нәрсеге қуанып, болмайтын нәрсеге жылап, ренжу,
сондай нәрселер. Үшеуі де бірдей өтіп жатыр ма, әлде айырмашылық бар ма? Айырмашылық бар. Бірінші кезінде мен енді Түсінбедіңіз ғой. Түсінбедім дегенде больше андай жүктімін деп еще өзім ол кезде 20 жастамын. Енді бәрі енді мені бірінші бала бізде, бірінші көптен күткен немере дегенде. Содан мені бәрі еркелетіп, өзім де ерке болдым. Енді түсінбейсің ғой әлі қалай дегенде өзім физикалық тұрғыда да өзімді жеңіл сезіндім. Енді күйеуім де барынша қолдауын көрсетіп сөйтіп жүрді. Мінекей осы сәтте айта кетіңізші, негізі жүкті кезде әйел эмоционалды болады деп жатармыз ғой. Иә. Ал туғаннан кейін ода мүлдем күйзелісі бар, иә? После родовой депрессия деп жатамыз. Осындай кезде ер азаматтар біреулер қашып кетеді, ал біреулер расымен де көмегін тигізеді. Қалай қолдауын көрсетті, қалай демеу көрсетті? Бұл менде енді мне есть чем сравнивать, да? Енді бірінші жүктілік кезінде де босанғаннан кейін де күйеуім мені жақсы қолдайтын. Даже 40-нан шыққанша дейін өзі қызымызға массаж жасап, сөйтіп күтетін. Ал енді екінші жүктілік кезінде күйеуім үшін айтса, Олимпиада ойындарына дайындық үстінде болды. Ол да спортшы. Иә, ол да кәсіби спортшы. Содан мен енді жүкті екенімізді енді білгеннен кейін қуандық әрине де, бірақ аса мән бермедік. Олимпиада біткен соң уже 5 ай болды маған. Сол кезде мен күйеуім келіп, уже енді маған көңіл бөле бастағанда сен шынымен де аяғың ауыр екен ғой дегені бар. Сол кезде енді, бірақ оның бәрі енді баланың денсаулығына әсер етеді. Өзіне немқұрайлы қараған және де андай бір напряжениеде. Мен көп ашуланбадым, енді уайымдап жүрдім да іштей. Соның бәрі енді баланың денсаулығына әсер етеді. Түсінікті. Сіз үшін жүктіліктің ең ауыр кезеңі қайсысы? Ең ауыр кезеңі деген, енді былай маған ауыр емес негізі, бірақ бірінші баланы босанғаннан кейін, енді роддомдағы сол 3 күн ғой. Ең ауыр кезеңі сол ма? Сол, иә, жүктілік маған ауыр емес, бірақ сол роддомдағы 3 күн. Екінші қызымды босанғаннан кейін тоже солай болды. Ол кезде енді мен бірінші қызымды ойлап, сағынып, содан мен жай ғана жата алмадым роддомда деген. Менің білуімше, мысалы, екінші сәбиге жүкті кезінде мен біріншісін жақсы көремін ғой, екіншісін жақсы көре алмайын ба дейді. Одан кейін туғаннан кейін керісінше екіншісіне көп көңіл бөлінеді. Солай ма? Солай, бірақ біз енді керісінше бізде болмады. Мен өте уайымдадым енді екінші қызымды босанар кезде көп уайымдадым. Мен даже ойлайтынмын, бірінші қызымыз бізбен ұйықтай береді, екіншісі енді жаңадан келді ғой дүниеге дегенде өз төсегінде ұйықтай берсін дегенде. Бірақ басында солай болатын, бірақ кейін бәрібір қазір қасымызда жатып жүр ғой. Екеуі де қасыңызда? Жоқ, үлкеніміз уже өзі бөлек, өз төсегі бар дегенде. Айжан, мені мазалап тұрған мына мәселем. Қазіргі таңда көптеген қыз-келіншектер аяғы ауыр кезде табиғи жолмен босана алса да, кесіртілігін талап ететін жағдайлар көп кездестіріп жатырмыз. Жалпы өзіңіздің ойыңыз қалай? Менің ойым әрине кесареваға мен қарсымын дегенде. Егер де әйел адам өзі босана алса, неге тумасқа? Ол деген родовой путь дейді ғой, ол ана мен баланың бір өмірде енді өмірге талпыныспен бала келеді ғой, он должен пройти этот путь дегенде. Ең алғашқы қадам сол болып тұр ғой. Ол меніңше өз босанған адам, өз босанған әйел енді баласы как-то енді қымбатырақ бола ма дегенде, жеңіл берілмей дегенде. Солай деп ойлаймын. Қыздар, иә, осы тақырыпқа қатысты біздің әріптестеріміз қызықты бейнесюжет үзіндіні дайындап қойыпты, бірге көріп алайық та, одан кейін әңгімемізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Хороший. Он меня когда спросил, как назовем, у меня все имена из головы повылетали, кроме него. Я говорю, Петя назовем. Нормально спеть получилось, ничего? Отлично получилось. Просто у меня вообще-то там девочка. Если я доношу ее, Ну, девочка. Фу-фу-фу, конечно, доносишь.
Смотри, резус у тебя положительный, вес в норме, отеков у тебя нету, токсикоз кончился, а при лежании говорить рано. Да, рановато. Да. Ты читал историю, да? Ну, конечно, читал. Я же должен знать контингент. Кого? Контингент. Я должен знать, кто у меня где лежит, кто у меня чего. Слушай, тебе, если нужно, там в магазин сходить, купить что-то, йогуртов каких-нибудь, помидоров, я могу. Ты скажи. Йогуртов? Да. Слушай, ну хватит уже. Пошутили и хватит. Забудь. Че, я пошутил? Слушай, сама там сидела, рассказывала папе, а он тебя слушал. Ну ладно, перестань. Ну мне просто не хотелось его расстраивать, вот и все. Мінекей 9 месяцев деп аталатын кинофильмнен үзіндіні тамашаладық. Қазір жалпы өзіңіз қандай кино, не көргенді ұнатасыз, неге әуессіз мысалға? Мен жалпы кино дегенге көрмеймін. Жүктілік кезінде, мысалға мен аяғым ауыр болған кезде классикалық туындыларды тыңдағанды ұнатады. Ал сіз? Бұл былай ғой енді, мен бірінші рет қызыма жүкті болған кезде мен Абайдың қара сөздерін тыңдайтын. Бірақ қазір одан кейін енді екінші кезінде айтып жатырмын ғой, көбінде күйеуіме көңіл бөлдім. Үшінші, вот қазір енді мен балалармен тоже араласып жүрмін да, өзімнің қыздарымен, содан аса көп енді. Аса қатты байқалмайтын шығарды, жүктілігіңіз жалпы. Қыздар, менің байқауымша, осы жүкті кезде қыз баланың терісі жыртылады. Мен үшін ол ең қорқынышты жағдай. Спортпен шұғылданатын қыз балаларға негізі. Соны сұрайын дегенім, негізі спортпен шұғылданған қыздарға өзінің септігін тигізеді ме жүкті кезде? Негізі маған теріңіз жыртылды ма? Жоқ, маған септігін тигізбеді. Бірақ мен ол туралы мен уайымдайтын. Өйткені енді гені дейді ғой, генде ондай бар бізде. Менің тәтелерімде дегенде мен ол туралы өте уайымдайтын, бірақ өзімде ондай болмайтын. Енді мен арнайы кремдер бар қазір, солардың бәрін қолдандым. Менің ойымша, сіз жүзіп жүрген кезде теріңіз эластичный дейді ғой, иә? Содан да қалыпты жағдайда тұрған сияқты. Енді даже туғаннан кейін де айтады ғой, енді осложнение, андай разрывы дегенде нәрсе менде ондай болмады. Кейбірлер айтады, енді сен спортпен айналыстың содан ба? Кейбірлер енді білмеймін енді. Айжан, ырымдарға сенесіз бе? Ырымдарға енді шын айтса, көбінде ол мамаларымыз не істейді ғой, ырымдарға сеніп. Яғни құлақ түрмейсіз ғой ырымдарға? Енді мен, например, өзім шашымды да қидым. Ешқандай әсер еткен жоқ? Иә, сол. Яғни ешқандай ырымдарға сенбейсіз де, аса мән бермейсіз дегенде айтады ғой, баланың киімдерін ерте алма дегенде, оны енді сенетінен ба, әлде білмеймін, өзім алмаймын. Ал басқа нәрселер онша. Психологиялық тұрғыдан өз-өзіңізді қалай дайындайсыз? Осы міне, міне деп балаңызды дүниеге әкелуге? Шын айтсам, мен ойламауға тырысам. Біріншіде де бәрі енді қорқынышпен, сен қалай босанасың, үйренбейсің ба, анау-мынау дегендей нәрселерді айтып, мен ойламауға тырыстым. Өйткені енді бәрібір басқа келетін нәрсе, толғақта дегендей, бұның бәрі ешқайда одан қаша алмайсың дегендей. Содан мен спокойно жүруге тырыстым. Толғақ жайлы әңгіме қозғадыңыз. Негізі туу процесі оңай өту үшін қыз балалары бір дайындалуға барады. Әртүрлі курстар бар ғой, шараларға отырады, демалады. Өз басың содан өттіңіз бе? Өттім дегенде мен арнайы курстарға босанаудың алдында бармадым. Енді мен жүзумен айналыстым. Ал именно роддомға түскен кезде бірінші қызымен мені упражнениялар жасатқызып, допқа отырғызған болатын. Бірақ ол кезде мен түскен кезде маған айтты, әлі 6 сағатта жүресің деп. Бірақ мен жарты сағаттың ішінде босандым. И соны мені допқа отырғызған кезде мен что-то желанием жоқ дегенде айтам да. Оказывается, енді менде уже не то чтобы толғақ, менде потуге басталып, уже бәрі дайын ғой. А мені допқа отырғызып жатыр. Содан как-то одан кейін допқа отырмайды. Енді Құдай бұйыртса, үшінші балаңызды аман-есен босанасыз, 2 балапаныңыз бар. 2 балапаныңызды осы психологиялық тұрғыдан қалай дайындап жатырсыз? Қызғанады ғой қанша дегенмен де енді.
Енді мен оны бар ғой, екінші қызымды босанғанда сол кезде ойымды айтымын. Қазір енді менің үлкен қызым Айсаны өсіп, қазір 3,5 жаста. Ол енді өзі түсінеді, өзі күтіп жүр. Өзіне ат қойып алған, алан бөпе деп атайды. Енді құшақтап сүйеді, енді бәріне айтады. Ал екіншісі сонда неше жаста? Екіншісі қазір 1,5 жаста. Сонда аралары тым алшақ емес екен, иә? Иә, 1 жас. 2 жас. 1 жас, 2 жастан. Иә. Өзіңізге қиын емес пе? Қалай Енді ойлайсыз? бұл Қатарынан балаларды дүниеге алып келу деген әйел азаматының организміне өте ауыр. дұрыс айтасыз, иә, бірақ бұл енді Алланың берген балалары. Мен былайша айтқанда планировать етіп жоспарламадым, иә. Бірақ Алланың берген сыйы десеңізші. Иә, бірақ Алланың берген әрбір сыйына біз қуанамыз. Бәрекелді. Айжан, бағдарламамызға келіп, осындай тәжірибеңізбен бөліскеніңізге рахмет. Расымен де сізбен әңгімелескенде отырғанда бір рахат сезімді бересіз. Менің ойымша, жүкті әйелдердің өзінің бір жақсы энергетикасы бар сияқты. Аман есен үшінші бөпеңізді қолыңызға алып, бауырыңызға басуыңызға тілектеспіз.